келесі шығатын еркін құраманың құрамында көптеген таныс жігіттерді көріп қалуларыңыз мүмкін. Кейбір әділ қазылардан достарын көріп қалуымыз мүмкін. Былайша айтқанда бұл команданың аты жоқ екен, атты бір бәле қылып аламыз деді. Аты жоқ еркін құрама. Плазаға барып, әдемі киімдермен суретке түсіп, сторизға салып алмай кететіндер, кеш жарық! Құрметті достар, ойынымызды бастамас бұрын ең алдымен тәке командаға ат қойып алайық. Ат керек екен. Ұят болады қазір марапаттаған кезде. Бетек, осыған дейін ақылдасып ешқандай ат таппадық, сондықтан бір ауыздан ақылдасып, небір әдемі қыздар келіп отыр, біреудің атын қояйық. Онда сөйтейік. Сіздің есіміңіз кім? Сіздікі мас киген қыз кім? Кім? Әсем? Әсем деген әсем болмайды. Әсем деген магазин бірлен атып кетеді. Басқа біреудің атын қояйық. Қызыл киімдегі қыз, сіздің есіміңіз кім? Кім? Айдана, міне Айдана қоямыз командаға. Өте әдемі. Дұрыс па? Айдана деген мынау қазақ алқасы білсеңіздер, ыждахаттылықтың, қазақ күресінің, тендердің, ана пост жазылатындардың жүруге қатысты нәрсең бәрінің белгісі. Ой, Айдана деген өте сұмдық терең мағына. Әл-Фарабидің деректерінде Айдана деген сөздер бар. Дұрыс па? Құрметті көрермендер, біздің ойынымызға арнайы демеушіміз Айдана ханым келіп отыр. Қошеметтеп қойсаңыздар. Айдана ханым, тұрып қойсаңыз орныңыздан. Орныңыздан тұрып қойыңыз, міне. Рахмет үлкен. Бұл да бір как будто бізге бір 500 мың теңге бөліп қойған адам болса орнынан тұрды ғой. Рахмет Айдана. Біз Айдана командасы осыған дейін сахнаға шықпағанымызға көп болды да, бүгін қорқыныш болып тұр енді. Кірмей қалам ба деген. Ой, неге қорқасың? Кеше ғана кірді ғой. О, басқа нәрсе ғой. Тоқта. Біліп алайық, не керіп жатыр өзі? Ақыл деп палит етіп ақталамай қалса. Біз енді Айдана командасы өте жас командамыз. Шыны керек, өте жас командамыз. Не айтамын бұл жерде? Никитаның сөзі бар. Никита. Жоқ, Никитаның сөзі жоқ бұл жерде. Айдана командасы қыздар жайлы айтуымыз керек. Никитаны не аласыз? Никитада қыздар дұрыс. Никита жайлы айтамыз. Қыздар шыны керек, сіздерді қатты сағындық. Біраз қыздарды мен кәдімгідей танып отырмын, ше? Адам аз болған кейін танып отырсыз бәрін. Жоқ, Арбатта күнде 4-5 рет жүрді ғой, солардың бәрін білемін ғой мен. Сөйтіп жүргендеріңізге ақша берем ба? Қыздар сіздерді андай отыр ма? Анау онлайн сабақ басталды деп қалаға келіп квартирадан шықпай жатсыңдар ма? Арасында жұмыс табу керек деп бар. Одан кейін андай қыздар болады таки. Құрбысының гүлімен қазір күлесіңдер. Құрбысының гүлімен суретке түседі да Инстаграмға салып қояды, сөйтіп астына жазып қояды, спасибо, не ожидала деп. Сондай қыздар бар. Андай қыздар болады. Өздері бір бургерде, лаваш центрде отырған кезде, тек қыздар отырған кезде бір лавашты от души жейді енді олар. Сыртындағы қағазын істеп жататын қыздар көрдім. Одан кейін андай қыздар бар, хабарласасың, кешке хабарлассаң, выезд жоқ дейтін. Мені хабарласып жүрмеу деймін, Одан кейін андай қыздар болады. Ондай қыздар жоқ қазір. Қойыңдар, бір нәрсе болды, қыздарға тисе бересіңдер. Қыздардың деген құқығы еркекпен бірдей болу керек. Қыздарды аялау керек, қыздарды құрметтеу керек, қыздарды... Тоқташ, өткенде шаруалармен Алматыға кеттім деген. Сен анау феминисткалардың митингіне барған жоқсың ба әйтеуір? Бардым, қыздардың құқын қорғауға бардым. Қой сен, ол үшін бармаған сияқтың сен. Әлбей неге барды деп ойлайсың мен? Білмеймін, тағы бір өлі жүрді ғой сөрде. Сен даусың өзі айтып тұр ғой, ол үшін барған жоқпын деп. Неге түсінбейсіңдер, айтсапсың мыналарға. Құрып кете оған мен не қатысым бар. Айтпақшы, бүгінгі мына көрермендермен бірге залға міне керемет қазақтың үлгілі азаматтар келіп отыр екен. Міне Шымкент қаласы мәслихатының депутаты Мұрат ағамыз келіп отыр. Қош келдіңіз. Жігіттер, бүйтейік. Осы сәт пайдаланып Мұрат ағамызға өзіміздің уәжімізді айтайық. Қош, не болды? Бәрі біле басшы келсе болды, уәж айтып. Мәкеңе алғыс айту керек. Қазір осы Мәкең барлығын істеп жатқан. Айналайын, Мәкеңнің арқасында ғой, жайдарманың өтіп жатыр. Халқың келіп отыр. Маскасын тағып жатыр. Ардагерлермен кездесіп жатыр. Амазонкың ағып жатыр. Пілдерің жайылып жүр. Қарың жауып жатыр. Жаңбырың күніне 2 мезгіл ұрып тұр. Найзағайың жарқылдап жатыр. Тәке ол найзағай ненің барлығы табиғат ананың құбылысы емес пе? Сол табиғат ана осы Мәкең құдашасы сол.
мынау мәкең дегеннен шығады. Мәке, Марат аға. Мен Марат ағамызға өте ризамын. Өйткені мынау қазақта атадан мал қалғанша тал қалсын деген сөзді растап, мәкең кәдімгі тал екті жақында. Қашан қалай? Кәдімгі тал екті қазір летеграннан шығаратын кісінің талын. Өте керемет, мәкең кәдімгі тал еккен болады. Міне. Көрдіңіздер ма? Міне мәкеңнің Марат Досаев деген талы бар. Анау мынау емес, 8 микрорайонға екті бұл. 8-ға екті. Сонда 8-ойда мәкең жеке талы бар ғой бір, Жеке емес, талдары бар деп айтыңыз. Мәкеңнің еккен талдарының алды бірінші жасқа бар отыр қазір. Мәкең көгалдандыру жұмыстарын ертеректе бастап кеткен бұл кісі. Не только 8-й, мәкең қолы босай қалса, рахат аган өкжектарға дейін екті сайды дейді. Мынау кейбір деректерде Талдықорған неге Жезқазғанға дейін дегенде мәліметтер кездесіп тұрады. Міне, ол сенбесеңіздер, мәкеңмен бірге тал екіскендердің біраз жюриде отыр қазір. Жоқ енді, мәкеңнің тал еккеніне қаздар алқасы не қатысы бар енді? Енді талды субботникте егесін. Субботникте осындай күресшілер, басшылар, депутаттар бармаймын бәрі. Зорға жаптық қой артын адамды қинап. Қымбат достар, енді біз Айдана командасы өте жас командамыз. Өте жас команда. Бұрын соңды берерді шыққанбыз. Біз Айдана командасы шындықты айтқан жақсы көреміз. Өйткені біздің басшымыз Айдана өте шындықты жақсы көреді. Жаңа әзілдің барысында не кірді, бір нәрсе деген кезде басқаша ой кетіп қалды сіздерде, сол ойларыңыз дұрыс. Одан кейін мынау команданы сіздер қазір ойлап отырсыздар ғой, Айдана дегенде алдын ала өздері дайындап қойған бір нәрсе деп, ондай емес. Мүлдем ондай емес. Қазір біз мына әзілдерден кейін плагиатта ойнауымыз мүмкін арасында. Құрметті мынау көрермендер, пәленшенің әзілі ғой демей ақ қояйық, басын ашып алайық. Біз шындығын айтамыз. Біреудің әзілін ойнай береміз, бізге бәрібір. Сенбесе, команданың атын ауыстырып жіберейік теке. Сөйтейік болмаса, Айдананы дайындап қойған деген әңгіме болады қазір. Команданың атын ауыстырамыз. Бірден ауыстырайық. Бастаңыз. Кім бар? Қызылдағы, нәбетте қызылдағы. Сіздің есіміңіз кім? Гүлдана. Болды, команданың аты Гүлдана болады. Гүлдана. Ендеше аяқ астынан Айдананы лақтырып Гүлданаға кеткен құрама біз жалғастырамыз. Армысыздар, сонымен көреміз. Есте сақтау қабілеті өте нашар сатушы. Саламатсыздар ма? Нан қаншадан сіздерді? Көрші магазинде қанша отыр? Қымбат достар, қазақ күресінен спорт шебері, Қазақстан барысының қатысушысы Жұманазар Ерсұлтан ағамыз өзінің неке қию рәсімінде. Құрметті Ерсұлтан Жұманазар, сіз Ұлжан ханымды өз жарыңыз етіп аласыз ба? Әшіне қақ қоям ғой мен. Құрметіңіз. Жалғастырайық, өзінің баласын ұйықтатып отырған әке. Жан, бала ұйықтады ма? Бала ұйықтады, что-то төбедегілер ұйықтай матыр ау деймін. Қымбат достар, мұндайда болады екен. Егерде дәріханада тек бір дәрі сатылса. Саламат әпше, дәріңізді беріңізші. Рахмет. Не ғой, сорып әкеп тастайық. Болды, әкеп. Қымбат достар, жастар ресурстық орталығының басшысы Ерлан Айтбаев ағамыз өзінің жеке кабинетінде. Ерлан Айтбаев деген қайсы ол? Сіз ағай, сіз. Біліп жүрсеңдер ше кішкене. Сонымен көрейік, өзінің әйелін өте қатты жақсы көретін жігіт. Соны бір реттен істедіңдер? Күйеуім. Жан, бәрі сен ойлағандай емес. Мен саған бәріне түсіндірем. Кешірші мен. Кешірім сұрамай қой, қайталанбасын, өтініш. Матасар, сонымен көрейік, егерде қазылар алғасы бір мектепте, бір сыныпта оқса, қалай болатын еді? Тұрыңдар бәрің, сәл былай тұрсаңдаршы. Мектепке тақалмай. Арғы бет қазір яма өзі, артынан кіріп атсыңдар қазір мектептің, маскаларың жоқ. Былай, мен сендердің жаңадан келген мұғалімдерің болам, есім Сайсалиева Татьяна Құтқызы. Не саған күлкілі ма?
Сайсалиева Татьяна Құтқызы. Құт деген атам аты, түсінікті ма? Одан кейін бабам аты Мереке. Одан кейінгі бабам аты Мирам. Түсінікті ғой? Иә, түсінікті. Жырқылдай бермесін. Жырқылдатып қоямын, мен талай адамдар жырқылдап кеткен мен алдында. Болды апай. Болды апай. Так, кім сен фамилияң? Ерсұлтанов Жома. Кім? Ерсұлтанов. Ерсұлтанов. Бергел бері. Не болды ағай? Жай, құра! Апаймын ғой мен. Татьянамын ғой. Айтайшы, қазақша күреске қатысып жүрмін апай. Қазақша күреске қатысқан деп ішін бәрін айналдырып жібердің ғой. Сен қазақша күреске қатысқаның шүкір. Сен грек-римге қатыссаң партер қоятын жарсың қазір. Өзіміз ета күйеуімізден партер көріп жатырық. Күйеуім мен қандай грек-римге қатысады, не жырқылдап. Тыныш тұр Жұманазар. Дұрыс па, атым дұрыс айтып жатырмын ба? Иә. Артынан кеп тұрмасын қазір ана кісі. Оның күресетін денсаулығы жоқ менде. Бір қолмен мұжып шегеп қағып қояды мен. Олжас. Мен. Бергел. Не ана шашың? Шашыңды қысқартып, кішкене тол, саған толу керек. Түсінікті ма? Одан кейін сен сабаққа дайындалған кезде не ап кәлен шегесің? Ақо бірәтшіке кәлен әкел бір-біле деп мазасын ала дегесің ғой. Одан кейін өзің бар баняға түскенді қой сен. Ойдода пойдодаларын кейін ұйымдастырасын. Ойдодаңда әділетсіздік жоқ, сразу айтайын. Өткенде ойдода өткізсін, жайдармен сұрады, неге өткізбейсің сен? Болашақта осындай жағдайлар сенде кездесіп қалуы мүмкін. Сондықтан дұрыс ба? Одан кейін Олжас көрші класстағы Жұмабекке тиіспеш, мектептен шығып кетейін деп тұр. Бар, қыз болсаң ничегошный болады кезін. Так, Садуақасов. Мен. Молодец, жарайсың. Күшті. Бұған бірден айтпайсың сонда? Дайындықта бір дабип тауып беріп пең бұған? Ешқандай шуткі жоқ қой, просто айт дедің ғой. Базарбаев. Мен. Есімің кім сен? Қуатжан. Бері шық бері. Қуатжан деген кішкене денелі, сабырлы, дауысы жуан адамдар айтады ғой, Қуатжан деп. Түсінікті ма? Саған үй тапсырмасы өзіңе ат тауып кел бар. Жолдықожаев. Мен апай. Бергел. Міне, азамат деген осындай болу керек. Оқушы деп кәдімгі ұялмай айта аласың, ше? Керемет кәдімгі. Осы баладан үлгі алыңдар. Апай, бұл да сабаққа кешіп келеді ғой. Енді бұл депутаттың рөлін ойнап жатыр ғой енді. Айналайын, мен де оңай адам рөлін ойнап тұрған жоқ мына жерде. Болды, оны дабип қоясың. Жеңімпаз бірінші орын алған командаға 300 мың теңге беріледі. Бұл ешқандай алдау емес, алдау күн емес. Бірақ баршаңызға белгілі, бүгін 1 сәуір халықаралық күлкі күні. Одан бөлек бүгін менің туған күнім. LED экраннан қарсаңыздар болады, сенбесеңіздер қазір. Міне, 1-04. Тәкең туған күні, 1 сәуір. Ешқандай алдау бір нәрсе болатыр демесін. Қазір ойыннан кейін мен Қазар алқасы бастап барлықтарыңызды туған күнге шақырамын. Арнайы ресторан жалдап қойдым. Ресторанның басшы жаңа хабарласты, сіздерде белгілі азаматтар болады екен, есіне аға келеді екенсің, счет 300 мың болады деді. Енді мен намекті өздеріңіз примерін түсіндіңіздер ғой, біз аяқ астынан Гүлдана командасы ақылдаса келе команданың атын өзгерттік. Біздің команданың аты қазірден бастап Нұр Отан. Енді намек қылмай былай айта берейік, құрметті інілерім айналайын жүрудегі. Біз енді мынау Нұр Отаннан келгеннен кейін бүгінгі ойынды сіздер сайлау деп алыңыздар. Қазір сайлау басталып кетті. Бірнеше сағаттардан кейін сайлаудың қорытындысы шығады. Дұрыс па? Мынау қорытынды кезде бізді айтпай, 3-ші орын беріп, ондай болып атпасын. Өйткені білесіздер ғой, Нұр Отан жүрген жерінде айқын басымдылықпен жеңіске жеткен. Соңғы мәліметтерде 71,9% жеңіске жеткен. Сондықтан 70-тен астам пайыз жинағаннан кейін 7 минутта статистикасын бұзып тастамайсыздар деп ойлаймын мен. Қымбат достар, сіздермен бірге болған Нұр Отан қиындықты еңсеріп, жеңіске бірге жетеміз.